Жалпыңызға сәлем. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Бекзат дәрігер. Біз өткен жол видеода өттің тодулығы туралы сөйлескен болатынбыз. Уәде бергеніндей, бұл жолы өт тас ауруы туралы сөйлесетін боламыз. Өт қабында өт тастары неге пайда болады? Оның алдын алу жолдары қандай? Үй жағдайында өт тас ауруын қалай емдеуге болады? Және қай кезде дереу дәрігерге бару керек? Осы видеода соның барлығын айтып беретін боламын. Видеоны соңына шейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақ тіліндегі бірегей контентті қолдап кетіңіз. Құрметті көрермендер, бұл жолы мен сіздерге алғыс айтудан бастауды жөн көріп отырмын. Өткен жолғы видеолардың астында жазған жақсы тілек, игі ниеттеріңізге мың алғыс. Видеоларым сіздер үшін пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаны ашудағы басты мақсатым да сол болған. Қазағыма барынша пайдамды тигізсем деген. Комментарийлардың арасында менің анама да разылықтарыңызды білдірген екенсіздер. Мына тілектеріңізді анама жеткіздім. Ол кісі сіздерге амандық, зор денсаулық тілеп, танытқан ілтипаттарыңызға дән риза болды. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға оралсақ, өт тас ауруы бұл көптеген адамдарда кездесетін, бірақ дер кезінде назар аударылмаса, денсаулыққа үлкен зиян келтіретін аурулардың бірі. Осы тақырыпты тереңірек түсіну арқылы сіз денсаулығыңызға көбірек қамқорлық жасай аласыз деп ойлаймын. Жалпы бүгін біз сіздермен талқылағалы жатқан өт тасы дегеніміз не? Өт қабының ішінде қатайып тасқа айналған заттар. Олар өттегі холестерин мен билирубиннің мөлшерінің жоғарылауынан пайда болады. Бұл ауру көбінесе ешқандай белгі бермей, ұзақ уақыт байқалмауы мүмкін, бірақ кейде ауырсыну мен жайсыздық алып келеді. Жалпы өт тасы қалай пайда болады? Сіздерге сол туралы айтып берейін. Жалпы өт тастары өт қабының ішінде түзілетін қатты заттар. Олар өт құрамындағы белгілі бір заттардың тепе-теңдігінің бұзылуынан пайда болады. Өттің негізгі қызметі майларды қорыту үшін ішекке қажетті сұйықтықты бөліп отыру. Оның құрамында су, холестерин, өт қышқылдары, билирубин және басқа да элементтер болады. Бұл компоненттердің мөлшері өзгергенде немесе өт дұрыс ағылмаса, тастар түзілу қаупі артады. Енді осы өт құрамындағы заттардың тепе-теңдігінің бұзылуы кезінде не болады? Соны айтып өтейін. Егер өт құрамында холестерин шамадан тыс көбейсе, ол кристалданып тас түзуі мүмкін. Бұл көбінесе майлы тағамдарды жиі жеу немесе дұрыс тамақтанбау салдарынан болады. Ал егер билирубин артса не болады? Жалпы билирубин деген ол эритроциттердің, яғни қанның қызыл түйіршіктерінің ыдырау кезінде бөлінетін зат. Егер бауыр дұрыс жұмыс істемесе, немесе кейбір аурулар кезінде, мысалы гемолитикалық анемия, бауыр циррозы болса, билирубиннің мөлшері артып, тас түзілуі мүмкін. Егер өт қышқылдары жетіспесе, ол да қиын. Өт қышқылдары холестеринді ерітіп тұруға көмектеседі. Егер олардың мөлшері азайса, холестерин кристалданып, тасқа айналу қаупі жоғарылайды. Келесі өт тасының пайда болуына алып келетін жағдай ол өт қабындағы тоқырау, яғни өттің ақпауы. Өт қабының толық босамауы немесе оның баяу жиырылуы өттің қойылуына алып келеді. Бұл жағдай тастың түзілуіне қолайлы орта жасайды. Тоқырау мынандай жағдайларда болуы мүмкін. Мысалы, бірінші себеп ол аз қозғалу немесе ұзақ уақыт отырықшы өмір сүру. Егер де кімнің жұмысы таңертең кешке шейін отырып істейтін жұмыс болса, онда сол кісілерде болу қаупі жоғары. Келесі себеп бұл жүктілік кезінде өсіп келе жатқан жатырдың өт қабын қысып қалуы. Үшінші себеп ол өт қабының жиырылу қабілетінің төмендеуі, яғни өт қабы дискинезиясы кезінде өт тасының пайда болу қаупі жоғарылайды. Өт тастарының пайда болуына біздің тамақтану ерекшеліктерімізде тікелей әсер етеді. Мысалы, майлы, қуырылған және тәтті тағамдарды көп тұтыну өтке шамадан тыс жүктеме түсіреді және тастардың пайда болу қаупін арттырады. Егер де сіз аштықты дұрыс ұстамасаңыз немесе ұзақ уақыт бойы дұрыс тамақтанбасаңыз, өттің ағуы сиреп, ол қоюланып, кристалл түзуге бейім болады. Енді сіздерге өт тастарының пайда болу қаупін арттыратын факторларды айтып берейін. Егер сізде артық салмақ болса, ол өт құрамында холестериннің мөлшерін арттырып, тастың пайда болуына алып келеді. Келесі фактор, егер де сіз қатаң диеталар ұстап немесе салмақты тез жоғалтсаңыз, өтіңіз тез қойылуына және тастың түзілуіне алып келуі мүмкін. Ағзадағы гормоналды өзгерістер жайлы да айта кетейін. Себебі ол да өте маңызды. Әйелдердегі мысалы эстроген гормоны өт құрамында холестериннің деңгейін арттырады. Сондықтан жүктілік кезінде немесе гормоналды дәрілерді қолданғанда өт тасының пайда болу қаупі жоғарылайды. Адамдардың жасы ұлғайған сайын өт қабының жұмыс қабілеті төмендейді. Бұл да тастардың пайда болуына алып келеді. Өт қабында тастардың бар екенін кейде біз өзімізде білмейміз. Өйткені олар симптомсыз болуы мүмкін. Бірақ тастар өсе келе немесе өт жолдарын бітеген кезде бізде мынандай белгілер байқалады. Бірінші белгі ол оң жақ қабырға астында ауырсыну немесе толғақ тәрізді ауырсынулар. Келесі белгі жүрек айнуы немесе құсу.
Оған қосымша ауызда ащы дәм сезінуі де болады. Кей жағдайда дене қызуының көтерілуі де байқалады, әсіресе өт қабының қабынуында. Және соңғы белгі ол көздің ақ қабығының және терінің сарғаюы. Бұл әсіресе өт жолының бітелуінде болатын айқын белгі. Өт тастарының алдын алу үшін салауатты өмір сүру салтын ұстанып, дұрыс тамақтанып, белсенді болу әрине керек. Егер сізде өт тасының пайда болу қаупі жоғары деп ойласаңыз, дәрігерге көрініп, міндетті түрде тексерілгеніңіз абзал. Ал енді осы өт тас ауруының алдын алу жолдары бар ма? Бар әрине. Өзіңізді бұл аурудан қорғау үшін мына қарапайым ережелерді ұстансаңыз болады. Сіздерге айтар бірнеше кеңестерім бар. Бірінші кеңесім ол дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Қуырылған және майлы тағамдарды азайтып, оның орнына көкөністер мен жемістерді көбірек қолданыңыз. Екінші кеңесім ол әрине қант пен тұзды аз қолдануға тырысыңыз. Мен Астана медициналық университетінде оқып жүрген кезімде лекция оқыған ұстазымыздың айтқан сөзі әлі есімде. Қант диабеті ауруы бұл адам баласының тәтті қантты ойлап тапқаны үшін өтейтін жазасы деп айтып еді. Толықтай келісем. Қантты мейлінше аз қолданған дұрыс, әсіресе үлкен жастағы кісілерге. Ал тұзды көп қолдансаңыз, ағзада сұйықтық жиналып, қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Біле жүріңіздер. Келесі кеңесім ол көп қимылдауға тырысыңыздар. Жұмыс көп болса да күнделікті таза ауада серуендеуге уақыт бөліңіз. Оған қоса күні бойы суды дұрыс ішіңіз. Ол қалай десеңіз айтайын, егер өтіңіз сұйық болған қаласаңыз, күнде кемінде 2 литр су ішіңіз. Біздің ағзамыздың 65% судан тұратын ұмытпаңыз. Су жеткілікті болса, біздің ағзамызда барлық зат алмасу процестері жақсы жүреді. Және соңғы кеңесім ол өз салмағыңызды бақылауда ұстаңыз. Егер сізде артық салмақ болса, жүйелі түрде жаттығып, артық салмақтан біртіндеп құтылғаныңыз жөн. Артық салмақ май басқан қарын байлау ол мақтанатын нәрсе емес, керісінше ағзаңыз үшін, оның ішінде бауырыңыз үшін өте қауіпті жағдай екенін ұмытпаңыз. Енді үй жағдайында өт тастарын емдеуге арналған әдістерді айтып берейін. Бірінші тәсіл бізде бұл зәйтүн майы мен лимон шырынын қолдану. Бұл әдіс өттің қозғалысын ынталандыруға және тоқырауды азайтуға көмектеседі. Қалай дайындаймыз? Дайындау үшін әуелі бір ас қасық таза зәйтүн майын бір ас қасық жаңа сығылған лимон шырынымен араластырыңыз. Дайын болған қоспаны таңертең аш қарынға ішіп отырыңыз. Ішіп болғаннан кейін 20-30 минуттай тамақ ішпеңіз. Мұны күнделікті таңертең 7-10 күн бойы қайталауға болады. Бірақ егер асқазан ішек жолдарыңызда ауру сырқаттар болса, гастрит, асқазан жарасы деген сияқты, міндетті түрде гастроэнтеролог маманмен ақылдасыңыз. Біздің бүгін айтатын екінші тәсіл бұл түймедақ пен жалбыздан жасалған шөп шайлары. Шөп шайлары өттің сұйықтығын арттырып, оның ағып шығуын жақсартады. Қалай дайындау керек? Әуелі бір шай қасық кептірілген түймедақ немесе жалбыз гүлдерін бір стакан қайнаған суға қосыңыз. Шамамен 10-15 минут тұндырып сүзіп алыңыз. Дайын болған шайды жылы күйінде ішіңіз. Күніне 2 рет тамақтанудан 30 минут бұрын ішкен дұрыс. Бұл шайды 2 апта бойы ішуге болады, бірақ егер де өт қабында үлкен тастар болса, бұл әдісті тек дәрігердің кеңесінен кейін ғана қолданған жөн. Үшінші тәсіл ол қызылша қайнатпасын жасау. Қызылша өт ағынын ынталандырады және ағзада қажетті талшық береді. Қалай дайындаймыз? 2 орташа қызылшаны тазалап, ұсақтап тураймыз. Кейіннен 1 литр суда баяу отта 1-1,5 сағат қайнатыңыз. Судың мөлшері шамамен жарысынан азайғанша қайнату керек. Суғаннан кейін сүзіп алыңыз. Дайын қайнатпаны 100 мл-ден күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын ішіңіз. Бұл қайнатпаны 2 апта бойы үзбей ішуге болады. Оған қосымша мен сіздерге талшыққа, яғни клетчаткаға бай тағамдарды көбірек қолдануға кеңес беремін. Үй жағдайында өттің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін күнделікті тамақтануға талшыққа бай тағамдарды қосып отырыңыз. Олар бізде сұлы жармасы, қырыққабат, шеке немесе пісірілген күйде, сәбіз, қияр, бұршақ тұқымдас өнімдері, апельсин, алма, алмұрт. Бұл тағамдар күніне 2 реттен артық пайдалансаңыз, өттің ағуы жақсарып, тоқыраудың алдын алатын боласыз. Назар аударыңыздар. Жоғарыда мен айтқан үй жағдайындағы бұл әдістер өт қабында ұсақ тастар болса ғана тиімді. Егер тас үлкен немесе өт жолын бідеп тастаса, өз бетіңізше емделу қауіпті. Әдістерді қолданар алдын міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Белгілер күшейсе немесе жағдайыңыз нашарласа, дереу дәрігерге көрініңіз. Егер осы әдістердің біреуін қолданған болсаңыз, нәтижесі қалай болды? Сол туралы комментарийде жазып кетіңіз. Енді дәрігерге қашан бару керек? Сол туралы айтайын. Өт тас ауруы кезінде келесі белгілер байқалса, дәрігерге бірден жүгінген жөн. Ол белгілер мына белгілер. Егер сізде қатты оң жақ қабырғасында ауырсыну болса, жүрек айнуы немесе құсу болса,
дене қызуыңыз көтерілсе, теріңіздің немесе көздің сарғайып кетуі байқалса. Негізінен бұл процесс қан құрамында билирубиннің жоғарылауынан болады. Бұл белгілер өт жолдарының бітелуі немесе қабыну сияқты асқынуларды көрсетуі мүмкін. Сондықтан уақытында дәрігерге барып міндетті түрде тексерілгеніңіз дұрыс. Құрметті көрермен, өт тасы ауруын болдырмау өз қолыңызда. Өт тасы денсаулыққа зиян келтіретін дерт болғанымен, оны дер кезінде алдын алып, дұрыс күтім жасасаңыз, қауіп-қатерді төмендете аласыз. Дұрыс тамақтанып, белсенді өмір сүріп, ағзаңызды тыңдауды ұмытпаңыз. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, жазылып кетіңіз. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде пікір қалдырыңыз, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Денсаулығыңызды күтіңіз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.